Сәлеметсіздер ме тіл үйренушілер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз шығыс септік, исходный падеж. Шығыс септік қимылдың, іс-әрекеттің неден, қайдан шыққанын, басталғанын білдіріп, сөйлемде толықтауыш және мекен мезгіл пысықтауыш қызметін атқарады. Шығыс септік, исходный падеж, шығу, выходить, шығыс расход, исход, выход. То есть человек или предмет откуда-то выходит. Со двора, из дома, с работы, от кассы и так далее. Шығыс септік отвечает на вопросы кімнен, от кого, у кого, неден, от чего, из чего, қайдан, откуда, қашаннан, с каких пор. Жалғаулары дан, ден, тан, тен, нан, нен. Мысалы, ол қаладан келді. Ол қайдан келді? Ол қаладан келді. Қайдан, откуда? Он приехал из города. Бұл жерде біз қайдан деген сұрақ қоямыз. Мы задаем вопрос откуда. Анна анасынан хат алды. Анна получила письмо от матери. Анна кімнен алды? Анасынан алды. Кімнен? От кого? Бұл жерде кімнен деген сұрақ қойылады. Енді мына кестеге назар аударайық. Бірінші, дауысты дыбыстардан кейін после гласных, исключая притяжательное окончание третьего лица с, после сонорных и после звонких согласных мы прибавляем окончание дан, дин. Например, ауладан со двора, екі ден от двух, көрші ден от соседа, көлден из озера, бөлмелерден из комнат, үйден из дома, қағаздан из бумаги, сағат 8-ден с 8 часов. Екінші жағдайда, второе, после глухих согласных и звонких согласных мы прибавляем окончание тан, тен, мектептен из школы, сүттен из молока, жұмыстан с работой, велосипедтен от велосипеда. Обратим внимание на конечный звук слова. Например, мектептен п. Здесь глухой согласный. После глухих согласных п, тен, мектептен из школы. Это мягкое слово. Үшінші жағдайда, после сонорных и притяжательной формы третьего лица с, мы прибавляем окончание нан, нин, акем нин от моего отца, мугалим нин от учителя, Өскемен нин из Усть-Каменогорска, акисе нин от его, ее отца. И здесь обратим внимание на окончание с. Это притяжательная форма третьего лица, акисе нин от его, ее отца. Гимназиясынан из его, ее гимназии, досынан от друга. Здесь добавляем окончание нан, нин. Еще раз запоминаем. Это притяжательная форма третьего лица. В таких случаях мы прибавляем окончание нан, нин. Досынан, әжесінен, атасынан. Тағы басқа жағдайда. Меннен от меня, сеннен от тебя, сізден от вас, одан от него, от нее, бізден от нас, сендерден от вас, сіздерден от вас, олардан от них. Құрметті тіл үйренушілер, мына кестеге бірнеше мәрте назар аударып, дауысты дыбыстарға, қатаң, ұяң дыбыстарға табыр мәрте назар салайық. Осы кестеге назар сала отырсақ, қандай жағдайда дан, ден, тан, тен, нан, нин жалғауларының жалғанатын білетін боламыз. Әрине ол үшін біз дауысты дыбыстарды, қатаң, ұяң дыбыстарды білуіміз қажет. Осымен сабағымыз тәмам. Сау болыңыздар.